Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі кешіміз өнер мен өмір тоғысқан ерекше сұхбатқа арналады. Бүгін театр әлеміне саяхат жасап, сахна сырларын ашуға тырысамыз деп ойлаймын. Өнердің ұлылығын түсінген жан үшін театр жай ғана көрініс емес, ол өмірдің өзі. Бүгін енді арнайы Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрының актері Төрежан Рахат Сейітжанұлы деген актер. Қысқаша ақпарат болса, қазіргі таңда театрдағы жас актерлардың, жақсы белді актерлардың қатарында. Енді мен театр саласында жұмыс істемесем де, бірақ осы Ахтанов театрындағы көптеген қойылымдарда көрермен болып барамын. Соның ішінде енді Ереліге спектакльінде бір жақсы рөл сомдадым, қолданды да. Сосын айналайын ана туралы, ана мен баланың спектакльінде баласының рөлін сомдайды. Ол жерде кейіпкерлер көрінбес қой. Айналайында кейіпкер қалғанында көрермен өзі сұрақ қойып шығып ойлап отырады. Жақсы, көп рахмет. Біріншіден сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Енді біздер жаңашыл педагогика әдіс тәсілдер, педагог кандидаттардың кәсіби даму жылдары айлығы аясында осындай мектебіміздің өнерпаз оқушыларынан қалған уақыт театрының жетекшісі бізде Шынтемір Фархат ағайымыз отыр. Мен осы музыка пәнінің мұғалімі, есімім Арка Ақбергенқызы. Сізді осы сыйлап, құрметтеп, осы балаларымызға, театрға қадам басып келе жатқан кішкентай өнерпаздарымызға жақсы өзіңіздің ағалық ықыласыңызды білдірсеңіз деп қонақ болып шақырып жатырмыз. Қош келдіңіз. Енді Рахат, сен бұрыннан мені білесің ғой, кішкене бір рисовкпен, театр үйірмесімен айналысатынды. Бұрын енді көрші мектепте болдық. Биыл енді осы Қонаев атындағы мектеп гимназияға осы оқу жылында келдім. Қыркүйек айынан бастап тұрақты жұмыс істеп жатқан. Сосын енді әуесқойлықпен өзімізше енді уақыттың қадірін біле жүрейік деп, уақыт балалар театры күшті. Қазір енді ат қоюда бір маңызы, кейде бір өнерге қатысы жоқ бір нәрселерді алаш деп бірдеңелер көп қойдық. Енді қаншалықты оның аманаты ауыр екенін, жеңіл екенін сезіле ме, сезілмей ме. Сол себепті бір уақыт дегенді де адам бір уақыттың кішкене қадірін біліп жүрсін, ойына сақ ете қалсын. Мына біз көбіне сағат сатып аламыз да, бірақ сол сағаттың уақытына қаншалықты санасып отқанымызды білмейміз. Сосын осы балаларда уақытпен санасып жүрсін, бос уақыттарын тиімді пайдалансын деп қойғанбыз. Енді сізге сауалнама қойып осылай сыр сұхбат жүргізсек, енді қош келдіңіз дей отырып, ең бірінші сұрағымыз театр әлеміне қалай келдіңіз, өнер жолыңыз қалай басталды, сол жөнінде айтып отырсаңыз. Мына жерде үйірменің балдары саламатсыздар ма, амандастар. Біздер жасымыз не болғанымен, арақашықтық болғанымен, негізі сіздер осы театрдың айналасында болатын болсаңыздар, өзіміз сіздер ғой бәріңіз. Қуаныштымыз сіздермен көріскенімізге өте қатты. Енді еркін әңгіме айтып отыра берейік. Өйткені біздің қазір көретін ақпаратымыз да, осы ортамызда, заманымызда бір ғой. Сондықтан еркін әңгіме айтып мен сіздерге пайдам тисем, мен өте қуаныштымын. 60-шы мектеп біз көп естейміз ғой, қалада көп естейміз. Күшті екен, мектепке кіріп келгендегі аурасы да, мектептің бәрі де күшті екен. Мен енді қарапайым ауылдың баласымын. Осы Айтекебей ауданы, Айтекебей ауданының ар жағында Айке дейтін ауыл бар. Қазір бір 1000 адам тұра ма, тұрмай ма білмеймін. Сол жақта бір кішкентай кезімде сахнада өлең айтып бастадым. Содан кейін мектеп бітіргеннен кейін негізі сол бірінші мамандық бойынша біз әріптеспіз бәріміз. Сол Ақтөбе гуманитарлық колледжінің музыка пәнінің мұғалімдігін аяқтағаннан кейін сол жердегі ұстаздардың несімен, бағытымен сол кісілер музыкалық образование бар, әрмен қарай жетілуің керек, сендер дамуларың керек деп бір жақсы ақыл айтып, біздің алдымызда осы Ақтөбенің жаңағы өнердің ортасында жүрген Өркен, Айдос деген сияқты біздің ағаларымыз сол жерге барып бірінші
сондай ағаларың бар, өзің керек мәліметтің бәрін сұрап сол жаққа барып мұғалімдердің бағыттауымен барып көріп содан сол жақтан театрлық бөлімді аяқтағаннан кейін 1 жыл Қызылжар қаласында, Петропавл қаласында қызмет жасадым. 2018-ден бастап осы Тахауи Ахтанов атындағы драма театрының актері болып жұмысқа тұрдым. Астана қаласында. Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университеті жақында ғана Күреш Бәксейітованың атын алды. Шабыт деп аталады. Сол зданияның өзі Шабыт деп аталады. ары қарай сұрағыңызды қойып қағаз беріңіз. Енді бір келесі сұраққа көшіп отырайын. Енді сіз көптеген рөлдерді сомдадыңыз, өзгеріп тұратын образдар сіздің жеке өміріңізге әсер ете ме жалпы? Осы Кейде бір кейіпкерге қоғамның арасындағы бір стереотип негізі бір белгілі шаблондар тақып қойған артистердің мойнына. Мысалы, мұғалім ол үйіне сабаққа келеді да, жұмысын жасайды да, үйіне барып мұғалім болмайды ғой. Артистің өмірі де дәл сол сияқты. Ол жұмысына кіреді, сахнадағы жұмысын жасайды. Ол сахнаға үйдегі жеке өмірін алып бермейді, болмаса жұмысын үйіне апармайды. Дәл адамдар қалай жұмыс жасайды, біздің де жұмыс сондай. Эмоционалдық тұрғыда шаршауымыз мүмкін, өйткені қаншама физикалық нагрузкалар бар. Қобыландының өзінде бастан аяқ шауып шығасың деп билеп, одан актерлар аяғын ауыртып алады, жаңағы иығы кетіп жатады, қолдары кетіп жатады. Ал бірақ шатастыруға болмайды. Болашақта сіздер маман болатын болсаңыздар да, театрдан шығып алып, ойбай, менің рөлім осындай еді деп үйге бара алмайсыздар. Өйткені неге? Сіз білім алған жерде де соған үйретеді. Балам, мынау сенің жұмысың. Бұл сенің жұмысың, бұл ешқайда бармау керек. Ол тек осы жерде. Ал отбасыңа ешқандай араласпау керек. Не болмаса, осының жаңағы кейінгі қарай бір-біріне араласып кетпейді. Жаңағы біздерге кейде қатты біздің мамандығымызға терең ойламаған адамдар айтып отыр, сендер образдан шыға алмай қалып жүрсің. Образдың есігі жоқ, ашып кіреді. Образ ол тек жасалатын жұмыс. Сол сахнада ғана ол. Сахнадан тыс жерде ол болмайды. Жеке өмірде тек моральдық тұрғыда, физикалық тұрғыда тек шаршауы мүмкін. Керемет, рахмет. Енді сахнадағы ең қиын, ең әсерлі сәттеріңіз есіңізде ме? Қандай рөл сізге жақын болды? Сол жөнінде сұхбаттасып. Артистердің өмірі немен өтеді, күтумен өтеді. Бір жаман жері сол. Артистің өмірі немен жақсы рөлді күтумен өтеді. Жақсы режиссерді, оның жақсы тұстарын көре алған режиссерді күтумен өтіп қалады. Біздің менің әзірге профессионалдық театрда жұмыс істеп жатқаныма 7-8 жыл болды. Сол 7-8 жылда бір ғана деген ай бар. Қаншама рөлді ойнап келдім де, Қозы көрпеш Баян сұлудағы Жантық деген керемет персонажды ойнаймыз. Ол керемет персонаж өзімнің де ойымдағыдай шықты, режиссердің де ойындағыдай шықты, көрерменнің де ойындағыдай шықты. Сол кезде мен бірінші рет қуанғам әртіс болғаныма. Өйткені неге? Спектакль бітті. Ал біз спектакльде өзіміздің қаншалықты жақсы жұмыс істегенімізді аңғарамыз. Оны қалай аңғарамыз? Поклонға шығамыз ғой. Поклонға шыққан кезде ең қатты қошеметті алсаң, яғни сен сол кезде көрерменнің көңілінен шықтың деп ойлайсың өзіңді. Сол бір ең қатты қошемет алған қойылым болды, қошемет алған рөлі болды. Бірақ сол премьера болып ойнап болғаннан кейін карантин басталып кетті. Ал карантин бізде ұзақ уақытқа созылды. Ұзақ уақытқа созылып тұрып қалғаннан кейін спектакльдің көркемдік деңгейі түседі, качествосы кетеді, сіздердің тілмен айтқанда. Содан кейін бізде енді ауысып отырады ғой. Біздің героинялардың бәрі бірінен соң бір күйеуге шығып кеткен. Сөйтіп күйеуге шығып кеткеннен кейін оның орнына қайтып есіңе түсейін десең, видеосын қарап или режиссерді шақыртайын десең, уже ол жерде мәні жоқ болып қалды да. Сөйтті де толық құрам болмағаннан кейін ол спектакль тоқтап кетті. Қиындығы сол.
ал бірақ жүйелі түрде мына жұмыс тәртібінде жүре беретін рольдер, енді оның жақсы жаманы жоқ. Келген рольде ол сенің жұмысың қандай качествода шығарған, қандай ықыласпен шығарған, оны ішің ғана біледі. Жетпейтін тұстарында, жеткен тұстарында ішің ғана біледі. Оны жұмыс ретінде қарап, оны көрерменнің алдында ойнай бересің. Ең бірінші үрей оқуға, может, сіздердің де іштеріңізде бар. Мәссаған, мен Ақтөбеде отырып, Алматыға қалай барамын? Алматыда, Астанада қалай болады? Экзаменді қалай тапсырамын деген үрей болуы мүмкін. Өйткені ол бәрімізде болған үрей. Мәссаған, мысалы мен тапсырған кезде 300 бала тапсырдық біз. 300 баланың 30-ын ғана алып қалды грант. Қаншама 270 баланың ар жағында бір где-то 10-20-сы жаңа ақылы түрде платныйға қалды ма, қалмады ма білмеймін. 250 баласы кейін қарай қайтты. Ол бақшауы ма, бапшауы ма білмеймін. Бірінші шығармашылық емтихан мен екінші тест тапсыратын уақыттың арасы 20 ай. Содан бірінші шығармашылық емтиханнан жоғары балды алып алдым да, енді ойланамын ғой, қалай болады екен? Тесттен өте алмай қалса, үйге барып, почему-то по полному дейтін сияқты. Сен осы жолды таңдадың ғой. Енді бүйтіп, болды мен Ақтөбеге қайтамын, дальше жұмыс істеймін дегенде план тұр. Өйткені бір диплом бар қолымда. Сосын мен ойладым, ештеңе де просто болмайды. Егер де мен таңдап тұрсам, Алла маған мүмкіндікті беріп, осы жерге дейін әкеліп тұрса, значит мен қолымдағы мүмкіндікті до конца пайдалануым керек. Сол до конца пайдаланып, жинақталып, анда дайындалып, мында дайындалып, сөйтіп алаң қалауына түсіп кеттік. Қазір интернет бар сіздерде. Сіздерде театрда тиктокқа кіресіздер. Тиктокта өте қазір тренд болып жатқан қойылымдар бар, басқа бар. Олар нәтиже тек қана. Олар оқыған, тоқыған әртістер сахнада. Оған дейінгі нәрседен вообще қорықпау керек. Түк қорықпау керек. Сіздерден не керек? Сіздерден физикалық жақсы дайындық керек. Сіздерге керек рухани жағы әдебиетке көбірек жақын болу керек. Шыдамдық. Бірінші керек шыдамдылық. Талай күндері болып жатақханада көрпенің астында әкем қайда, шешем қайда, 1000 километр жерде жатыр. Өзің жігітсің, колледж бітіріп келген. Жылаған моменттер болды. Ортаға бейімделу. Қаншама Қазақстанның неше аймағы бар, сол жерден жиналады адамдар. Ол жерде еще жұлдыздар оқиды. Ол жерде жұлдыздар сабақ береді еще. Қиын, бірінші курс енді бір шамалы қиындықты болсы. Сол кезде мен всегда ойлайтын, может қайтам. Сосын бір моментте былай ойладым. Жоқ, өз таңдауыммен келдім. Әке-шешем мені апарған, қолына жетектеп осыған түсесің. Өз таңдауыммен келдім ба, онда түбіне дейін күресем, осыны бітіріп аяқтап шығамын дедім. Ең бірінші мінез керек, содан кейін тоқтамай, талмай, іздену. Мінез дегеннің ішіне бәрі кіреді ғой. Осы таңдау туралы мен көп ойланамын. Сіздер 8-9 оқитын шығарсыздар. 10 оқитын шығарсыздар. Мен қарындастарым, інілерім бар. Вот сіздерде көп қателік бар. Андай, қайда барасың деп сұрайсың оқуға. Көке, қайда барасың сен? Білмеймін. Сен білмесең кім біледі оны? Білмеймін. Андай, неточный ответ. Адам қазір білу керек қайда бару. Мысалы, тіпті өзіңнің қалауың болмаса, өзіңнің плюстарыңды білу керексің. Біреу дене шынықтыруынан слабый да, физика, математикадан мықты ғой. Значит, бару керек, IT-ға бару керек па, тағы бір сондай мамандыққа бару керек. Өзін точно бағалап білу керек адам. И өзіне қай мамандық оң жамбасына келеді, соған қарай барамын деген бір нақты мақсаты болу керек. Қазір шатасып кетсеңіздер таңдаудан, жандарыңыз қалайтын жұмыспен айналыспасаңыздар, айтады ғой, бірінші жарың дұрыс таңдау, бірінші мамандығын, екінші жарың дұрыс таңдау керек. Сіздер таңдаудан шатаспауларыңыз керек. Тіпті ол жай жаңағы сантехникамен айналысатын адам болса да, ол да өз күнін көріп жүр.
тіпті Ақтөбенің Range Rover'мен жүретін сантехникамен айналысады, лучший болуға хақысы бар да. Бір істен тұрақты түрде нәтиже шығарады. Сондықтан жігіттер, қыздар, мен ақыл айтпаймын, мен таңдауым орындалған адам. Өйткені мен таңдауым ата-анам поддержка берді. Сен таңдайсың ба? Значит, біз соған қарсы емеспіз, тек қана қолдау көрсетеміз. Сондықтан ата-анаңызбен сөйлесеңіз, кейбір ата-аналар бар, жоқ сен мынаған бармайсың, мынаған барасың. Сөйтіп, мына жақтан да бір сөйлесіп келіп, сізде ол да ренжімейтін таңдауға бару керек. Енді мынадан бері сұрақ қойып жатыр, қазір кішкене сізден бір ойламасақ, енді мен бір сөзді айтам, сіз қай сөз ойыңызға келеді, соған жауабын айта алсаңыз. Сахна. Мәдениет. Рөл. Көркемдеу. Қателік. Кешірмейді. Сабақ. Сабақ. Керемет. Рахмет. Енді мен ойлаймын, шын театрдың сахнасында ойнап жүрген әртіс келіп отқанда бұл мүмкіндікті пайдаланып шебер класс көрсетіп жіберсе, немесе балалардың өзінің бір қонақ кәде дей ма, сондай бар шығар мүмкін. Айта отырсаңыздар өздеріңіз. Универде таңдайды ғой. Жаңағы шығармашылық бағытта тек қана бір-ақ универде, басқа бағыттарда 4 универ таңдауға болады, ал мына жақта 1 универ. Сол жақта шабыт болады, сосын Жүргенов болады. Жүргеновте Алматыда, шабыт Астанада болады. Сіз неге шабытқа түсіндіңіз, Астанаға неге шабыт таңдадыңыз? Алматыда мүмкін. Мынандай ғой, мысалы біздің Қазақ ұлттық өнер университеті ол негізінде ашылғанда музыкалық академия болып ашылған. Темірбек Қаралы Жүргенов ол ашылған кезде при актерском факультете ашылған. Біз қулық жасадық. Мысалы актерский деген кезде Жүргенов келе ма миларыңызда? Значит, бәрі Жүргеновке барады, ана жақта да бар ғой сол бөлім. Конкуренция, значит, мына жаққа қарағанда мында аз болады дедік та, біз сондай қулық жасадық. Лучше мына жаққа қарай барайық. Сол кезде бізде мүмкіндік көбірек болады түсуге. Еще біз өзіміз музыкалық драма театрдың әртісіне музыкалық біліммен бар, образованиемен. А ол жерге музыкалық образованиемен адамдар керек. И сондай бір стратегиямен бардық, сол стратегия жақсы ойнады ғой. Екі вузды белгілей алмайтынымыз шығармашылық емтихан ғой. Мысалы, бар тапсырасыз, көрінесіз, содан кейін уже мына жағынан үйренесіз. Өйткені екі вузда бір уақытта жақсы продукт қой. Артистер олар продукттар. Жақсы деген артистер университеттен шығатын болса, олардың жетістігі. Сондықтан бұл жерде конкуренция әңгімесі. Бір уақытта қойып қойып та қарап отырып таңдау сізде дейді. Экзамендердің бәрі бір уақытта да, мына жақта да сол үйірдің ішінде болса, мына жақта да сол шебердің ішінде болады. Өнердің кішкене сондай бір қиындықтары енді бар. Ол енді қазір не болды? Мысалы, маркетинг деген әңгіме бар. Маркетингі бар, менеджменті бар, басқасы бар. Ол бір жобаларға, әрқайсысы, әр әртіс ол бір жоба. Сол жобаға талас қой. Жобаға талас. Мүмкін Рахат ағай, балалардың бір рөлді әлде да бір ойнай алмай жүрген рөлдері бар, шәкірттеріңіз бар шығар. Мүмкін шебер класс өткізіп жүрсе. Қоя ғой Динара. Сіз қазір алмашы табыстағыз ба? Досын жаңа айтамын, айтпаймын деп отырсам. Қараңыздар. Қазіргі жастардың ең ақылы ау дейміз. Кейбір жаңа қарындастарым айтады, мен мына мамандыққа барамын. Или айтады, блогер боламын, неге десем ақшаны деп тұрады. Ақша таба алмаймын, таппаймын деп айтпаймын. Мысалы қазір Қазақстандағы средний статистический адамның айлығын аламыз біз. Орташа 300 мыңнан көбірек. 300 мыңнан көбірек. Бірақ қараңыздар, қай бір мамандық болсын, біздің елде, біздің уақытта қай бір мамандық болсын бір жұмыспен шектелмегені дұрыс, ол шектелмейді де, егер де шектелетін болса, ол сізге жетпейді. Біз айтамыз ғой, мұғалімдер көп ақша табады деп. Мұғалімдер көп ақшаны қалай табады, солай олардың семинары бар, олардың курсы бар,
олардың шығыны бар, басқасы бар. Ол кісілер көп ақша тапқанмен соншалықты шығыны болады. Иә, сондықтан бір қабілетпен шектелу дұрыс емес. Мысалы, актерлардың бір үлкен плюсы бар. Соның ішінде музыкалық драма театрдың. Олар театрда ойнай алады, олар той жүргізе алады, олар концерт жүргізе алады, олар ән айта алады, олар тағы не істей алады, сабақ бере алады. Осы 5 қабілеті жетіп жатыр. Жақсы ақша табуға. Аға, мен сұрағым бар. Сіз жалпы отбасыңыз бар ма? Иә. Осы әртүрлі жанрдағы театрлар болады ғой жалпы. Ол отбасы жағдайға қаншалықты әсер етеді? Енді партнермен ойнайсыз, все-таки. Ол отбасылық жағдайға әсер ететін отбасылар бар. Сауаларды алыңдап отырмыз. Отбасылық жағдайда менің үйдегі кісі, ол кісі өнердің адамы, ол кісі дирижер, музыкант. Бізде ол әңгіме саналы түрде шешілген екен. Өйткені екеуміз үйленген кезде бізде таңдау тұр. Екеуміз де әртіс боламыз ба? Сахнада жүретін, жоқ екеуміздің біреуіміз әртіс боламыз ба деген кезде ол кісі маған жол берді. Сіз барып әртіс болыңыз, мен педагогикамен кеттім. Мен әртістік жолымды ол қолдайды, оның педагогикалық жолын мен қолдаймын. Ал бірақ жоқ емес фактор ол бар. Отбасылық. Ол енді адам пенде ғой. Кездеседі, бар сұрағы ол. Мен үйімде әңгіме шешеді. Сахнада жіберген қателер актердің өзінің актерлік өміріне белгілі бір әсерін тигізеді ме? Тигізеді. Ана циркачтар бар ғой, біздер тренировка жасаған кезде цирктің әртістерімен студент кезде жасаймыз. Сол кезде артқа сальто айналады ғой, сальто айналған кезде баспен қадалып жатады, құлап жатады. Сол кезде тұр дейді да тез айналып жібер дейді. Өйткені неге анау если миға фиксировать етіліп қалатын болса, ол сальтыны өмірі айнала алмайды. Сол сияқты актердің бір жіберген қателігі, ол қателікті өзі ғана біледі, партнерлары ғана біледі. Белгілі мөлшерде комплекс болуы мүмкін бойында. Сол нәрсені істеуден тартынып қалуы мүмкін. Бірақ жаңағыдай бір істеген нәрсесін жаңағыдай жеңіп тағы істеп жіберетін болса, ол процесс болып қарады. Әлде сіз болады ғой, бір өзіңіздің хобби адамдайыңыз деген жалпы интерес әртүрлі болып тұрады ғой. Соған байланысты сіз бір қателіктен кейін немесе қандай да бір спектакль сіздің кесіріңізден ғана құлап қалса, сондай кезде сіз тастап кеткіңіз келе ме? Және сондай тастап кеткіңіз келген кезде сізге не көмектеседі? Оны қалай алып шыға аласыз? Қалай бар солай қабылдайсың ғой. Иә, менің кесірімнен тоқтаған спектакль. Тоқтаған жоқ, бірақ менің кесірімнен сапасы түскен спектакль болды. Бірақ ол жерде кемшілікті сол айнала менен ғана көрді да, басқа факторларды көрдім. Мен өзімді ақтап алған жоқпын. Иә, оны мойындайсың. Бірақ өмір тоқтамайды. Опять же, ара жегін, не тонкая грань дейді ғой, мен кешіресіздер көп орысша араласып сөйлеп отыр. Мына өте тонкий нәрсе, ара жегін ажыратып алу керек. Ал жақсы, сен қателестің, қателескеннен кейін ол спектакль жүрмей қалса екен егер, ол спектакль бәрібір жүреді, сен бәрібір оны ойнайсың ба, значит болды. Келесіде қайталамауға тырысасың ол қателік. Ал бірақ ол түбегейлі шабылып қалатын болса, кейбір актерлар болады өздері тастап жүреді. Андай ше, депрессия дейді ғой, сондай ары кетіп, сосын барып шығады. Бірақ ажыратып алу керек, ол жұмыста адам қателеседі. Ол үшін баз кешіп, үйіңнің берекесін құртып, жоқ, ол өмірдің мәні ол емес қой. Өмірдің басты құндылығы ол емес. Өмірдің басты құндылығы сен қандай адамсың. Қателіктен сабақ аласың да, соны сол күйіне қалдайсың, дальше жүре бересің. Тағы бір сұрақ. Театрдағы қазір сұрақтарыңызды сосын Екі сұрақ қойып тастадым. Тағы бір сұрақ. Сіз деген жалпы театрда болғасын, актер болғандықтан әртүрлі жанрда ойнай бересің ғой, комедия, яғни өзіңе мындай адамды жылататын, соның қайсысы өзіңізге жақынырақ, сіз оны қаншалықты алып шыға аласыз, яғни тіпті сіз адамды мысалы жылайтын рөл ойнай ма, сізге немесе күлдіретін мындай болады ғой, бір алаяқтар, сондай рөлдер ойнай ма? Қайсысы? Жағымсыз кейіпкерлер.
жаңағы сіз түріңізді сынасаңыз андай болады ғой ана жаңағы жантықта бәрі жантық ойнаған кезде жантық бір орындалмаған арман болып қалады ғой мен бүкіл спектакльдегі ішіндегі бүкіл қырғын айғай шу бір бірін өлтіруді ұйымдастырады да шетінде миленький болып тұра береді ғой мафия ол үлкен стратегия по идее спектакльдің бүкілінің ішінде ең миы көбі сол да вот күшті мен оратырдың баласы манежсің ғой сол ұнайды өте отрицательный Нұрдана, театрдағы импровизация дегенді қалай түсінесіз? Ол көбінесе болып тұрған. импровизация деген нәрсе ол импровизацияны дұрыс түсіну керек әуелі импровизацияны өзін дұрыс түсіну керек белгілі бір шығарманы игересің мысалы 10 куплеттік поэзияны сен жатқа білесің ұйқыдан тұрған кезде де айтып тастайсың да ол кәдімгі шынында тұрма жаттанды күйде жақсы бір шебер күйінде тұрма сосын барып импровизация жасау ал сөзіңді ұмытып қалып импровизация жасау деген ол сен просто ситуациядан шығып кетті деген сөз а импровизация ол материал бойыңа сіңгеннен кейінгі келесі этап а ол материалдың астындағы этап емес менде соңғы негізінде қазіргі таңда өзім 10-шы сыныппын мамандық таңдауда ойда жүрген адаммын ше актерлік негізінде осы маған мамандық ретінде болады таңдауға бірақ та оны андай қорқытатын қазіргі таңда мынандай сұрақ бар ше андай өнерде нан жоқ дейді ғой сол не қорқытады сосын қазіргі таңда мысалы көбіне айтасың актерлікқа түскім келеді деп мысалы айтсаң ол жерде айтады мысалы өнерде нан жоқ дейді сосын қазір кино актерлікқа түскен адамдар несін оқып алып жұмыссыз жүрген адамдар көп деп қорқытатын не бар да сол жағынан сізден сұрақ қойайын дедім ол өнерде жол бағдар мысалға Күнімді көре алам ба деген сұрақ тұр ғой енді. қай бір нәрсеге көңілін салмай қай бір нәрседе де нан жоқ егер сен жақсы маман болсаң жақсы маман болу керек бірінші сосын мысалы бәрімізде де бір жаңағы мидың бұрышында сондай ой болды актерлікқа түсеміз хоп сразу ертең маған кино келеді анау келеді мынау келеді все болды уже мына жерде популярныйсың жоқ реально олай болмайды ана не волшебная палочка деген нәрсе жоқ көп адамдар қателесіп солай келеді де театрдың ана қиын жұмысын көреді нудный жұмысын көреді оның ішінде тағы көрінбейтін кухнясында әңгімесі бар сөйтеді де жанын қинағысы келмейді да шашты қайырып алады да кәдімгідей күшті болып жүре береді ғой жақсы адамның түрін салып алып ал ол адамдардан шықпайды ол любой қазіргі қазақстанда топовый актер кім берік айтжанов па театрда істейді азамат сатыбалды ма театрда істейді иә вообще не жоқ театр ол солардың сөзін мен сол кейбір сол популярный нағыз танылған актерлердің өзі 2-3 рет құлап 2-3 рет экзамен тапсырып түскен Қаншама сынақтан өтті. өнер қырандарында мадияр бар емес па 4 рет па тапсырған ол 5-ші Былай қарасаңыз керемет актер. қазір 5 жыл күтеміз да 5 жыл күткен ол курсында кәдімгідей жасынан отрыв үлкен өзінің курстастарынан өнерде нан бар смотря ол нанды сен қалай жейсің ол нанды Енді бұл жерде жаңағы актерлік енді көргісі келіп жатқан сияқты балалардың барлығы иә бір шеберлікті мен байқап тұрмын сосын бізді әнші балапандарымыз бар енді рахат сен өзің қонаққа ретінде бір жақсы бір поэзияны қалай әдемі поэзия енді ол жаңа айтып отыр мен кейде мен айтатыным сол ғой ана текстпен жұмыс істеген кезде жаттап алу бір бөлек та оны санаңмен түйсігіңмен түйіп алу түсініп алу ұғып алу бір бөлек жаңағы көбіне импровизация деген шығар мен де осы импровизация деген жауабын мен де бір жақсы ұққан сияқтымын расында ол егер сөзін ұмытып қалып шынымен ситуацияда ол жабайы импровизация болып көрініп қалуы мүмкін да ол шын импровизация шын импровизация оның барлығы піскеннен кейін төселгеннен кейін барып ол әдемі шығады орыстардың ана сөзі бар ғой как рыба в воде дейді ғой сол ішінде материалдың ішінде еркін жүзгеннен кейін ғана пайда болатын нәрсе ғой ол ең шарықтау шегі деп ойлаймын иә өнерде нан бар сұраса келесі Ниеке мұғалімдердің айтуынша
Үшке оқиды, енді маған өте балдар шығарып Ол бір қабілет, қазір осыны не жүріп тұрсыз поэзияны. Ол бір қабілет бар жерде, мысалы біздің өнерге қабілеті бар жігіттер, қыздар если осы жерде болатын болса, айтыңдаршы, тарих, әдебиет дейді, сөйлейтін сабақтарда бес шығарсыңдар, иә? Гуманитарлық бағыттағы сенде бессіңдер. Математикада мықты болған адамдар көбіне тігіп келеді ғой. Олар ойнаудың бізде шығармашылық Ол қабілет, бірақ енді көрдіңіздер ма, өнерге барсаңыздар мынандай шаблонға дайын болыңыздар. Ана Колчактың айтқан сөзі бар дей ма? Жаңағы әртістер мен тағы біреулер кез келген үкіметке служить етеді деп. Әртіс адамның қадірі аз болуы мүмкін, бірақ қадіріңді білетін орта көп болуы мүмкін. Иә, сондай ғой. Сол, бұлар бірақ енді қой неге өнерде мысалы кім бар? Бекжан Тұрыстың өзі деген ойбай, батырлар жырын деген ағылтып айтқан кезде қандай керемет. Актер ол екінші энциклопедия. Өйткені неге оның өмірінде ойнайтын рөл сол батырлар жыры, қаншама поэзиясы бар, монологы бар. Ол міне ағында полный адам, интеллектуальный адам. Рухани бай. Сол. Енді театрға жиі келіп тұрсаңыздар, көп нәрсені көруге болады ғой. Жаңағы сұраққа көп сұраққа жауап табасыздар. Мен бір жақсы көретін поэзиям бар. Арасында ұмытып қаламын, текстерге қарап отырайын. Сіздер ренжімеңіздер. Алмас Темірбай деген ақын бар. Соның ертең сенбі деген поэзиясы. Ертең сенбі өмір өтіп барады. Осы аптада бітіргенім шамалы, осы аптада бітірем деп жүргенде, әкем сенбі келіп қалады. Ертең сенбі, ертең тағы демалыс, көңілімді керейтерер керағыз, бір аптаға жоқ, бір айға жоқ болып, елге кетіп қалсам бекен ең алыс. Ертең сенбі, түсінбедім не бұны. 2 күн той, 5 күн жұмыс өмірім, тойға барып қарным тойып қайтса да, неге менің аш қайтады көңілім. Ертең сенбі қайдан ұқсын басқалар. Ішу, қысу, жылау, сықтау басталар, күйеулері маймыл болып мас болар, әйелдердің әжімінде жас болар. Ертең сенбі, әуелейді әніміз, дайын тұрар дастарханда дәміңіз, ертең сенбі қуанамыз бәріміз, ертең сенбі мұңаяды кәрі қыз. Ертең сенбі шыр айналып қаланы, біреу теңге, біреу жеңге табады, үйленетін жігіттей боп киініп, тамадалар тойға кетіп барады. Ертең сенбі оттай жанып жанары, о қаншама қыздың бағы жанады, бір аруым неке жүзік қалғанда 100 бой жеткен үміттеніп қалады. Ертең сенбі, бүгін жұма құдайым, жүрегімді жайып дұға қылайын, адасқандар арманына қосылып, бірін бірі бақытты етсін лайым. Ертең сенбі, өте шығар күн құсқа, қызмет қуып, қызық қуып тұрмыс ба. Ертең сенбі қарындас, ал сен әлі шыққан жоқсың тұрмысқа. Көрдіңіздер, біраз дүниелер, біраз ақпараттар естідіңіздер деп ойлаймын. Жалпы бұл енді өнер жолы жалпы зейнетінен бейнеті көп. Сенің ішінде отбасы жағдайың, басқа да түрлі жағдайың болып ішін қанжылап тұрса да, бірақ жымиып тұрып өзіңнің рөліңді көрсетіп беру сенің міндетің. Кімнің сөзі бар, актерлік сөйлеумен үнемі айтып жүремін ғой. Құдайдың берген мінезін құлыптап ұстап, ішінде өшіру керек өзін, өзге жан болу күшейді. Гамлет болса ойнайды, өзінен өзі жеткен, өзінен өзі жеткен. Әрбір бір бастап қояды кейде, жынды етіп қояды кейде, түргетіп қояды. Ол енді шегі жоқ, бір үлкен өнер ғой, театр деген. Осы себепті енді арамызда осы талаптанып жүрген Алдамжар, Бақтияр бар, Гүлім бар. Осы күнге дейін енді 6 айдың ішінде өзімнің өнерге Спорт бар ма, базы бар?
спортта бар, спортқа да қатысады, волейболға да қатысады. немен өзім неме айналысамын, қайтып дене шынығы деген залдарға армиясын мысалы керек ер жігіттерге физикалық дайындық керек, Гимнастика бәрі керек. Вообще көп актердің андай спортивный прошлый бар. әнде үйірмесі бар, шабыт эстрадалық вокал үйірмесі, кішкентай өнерпаз қыздарымыз келіп отыр. Ұстаздарға қошемет деген өздерінің әндерін алып келіп отыр. Мүмкін ойлаймын, болашақта бұл қыздардың да мүмкін үлкен сахнада көрінісіне кім келе қойыңыздар. Аңсарым, Айзере, Қазына деген өнерпаз шәкірттеріміз келе қойыңыздар. Бүгін енді біз жақсы өзімізге керекті ақпаратты алдық деп ойлаймын. Енді жақсымен өткізген сағат жаман өткен бүгінгі күнімізде, бүгінгі уақытымызда жақсы әдемі өзінің құнды дүниелерімен жетті деп ойлаймын. Ал енді рахат бұл сөзден қош шықпа дейді ғой. Адамның өмірдегі екі миссиясы бар: әдемі өмір сүру, әдемі қартаю. Енді сол әдемі қарттыққа жет, кемеңгерлікке жет. Бұйырса мынау енді кемеңгер деген Қонаев туралы біздің мектебіміздің атауы да Мұхаммед Қонаев. Енді қазаққа 40 жыл тұтқа болған осындай кемеңгер тұлға. Сол енді Қонаевтың кемеңгерлігін сондай абырой берсін. Іші поэзияға толы, енді өздерінің жандарға жақын осы рахмет бүгін мен сізге уақыт бөліп осындай көптің осы оқушылардың көкейінде жүрген сұрақтарға дәл енді жауабын алдық деп ойлаймыз. Енді мана мен де сендерге көбіне айтып жүремін ғой, рөлді сен іздеме, рөлді сен күт. Расында енді театр мамандары біледі, жұмысқа кіргеннен кейін рахаттарда келе салып рөл ойнаған жоқ. Бұл 3-4 жылдың көлемінде кішкене бір қосалқы рөлдерде болды, кішкене бір массовкаларда кейін барып төселіп ысылып жақсы рөлдерін енді көрдік. Өміршең рөлдеріңіз көп болсын, шығармашылығыңыз тоқтамасын. Және бір қызығы тілге тиек етіп айтатыны, бізде осы Ақтөбе қаласында осы Тахауевтан драма театрында таза
ансамбльмен қадам бас деген үлкен бір жақсы мюзикл жанры ғой. Мюзикл жанрында бұл енді бұрын соңды болмаған бір ерекше форматпен жақсы спектакль қойды. Енді алдағы уақытта сол спектакль енді сеанс ашылып жатса, біздің осы құраммен барғымыз келеді. Бірден үлкен көрерменнің спектакль емес, сондай бір жақсы әнге, өнерге, оның ішінде би де бар, ән де бар, жақсы поэзия құралған жақсы спектакль бар. Енді алдағы уақытта осы оқушылармен де драма театрдың залында отырып көрермен болып жақсы дүниені қараймыз деген ойдамыз. Сізге көп рахмет, отбасыңыз аман болсын. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Кейбір жерге асаба деп шақырып жатыр, кейбір жерге жүргізуші деп шақырып жатыр. Бірақ дәл осы актер ретінде шақырған бізге қымбатырақ, өйткені неге? Ол біздің таңдаған мамандығымыз. Жігіттер, қыздар, сіздер қандай мамандық таңдамасаңыздар да ең бірінші рухани, саяси, әлеуметтік, қабілетті жігіт қыздар болуларыңыз керек. Сондықтан қазір алдарыңызда не тұр? Соның бәрі бүкіл мүмкіндікті қолданып алып қалыңыз. Құда қаласа, мамандық таңдағаннан кейін басқасына сіздерге уақыт бермейді. Әке, сізге рахмет көп. Сізден айырып қалған мектеп өкіну керек деп ойлаймын. Сіз келген мектеп қуану керек деп ойлаймын. Өйткені неге? Театрда жауда да бір үйің болсын дейді, бірінші хабарласатын адамдардың бірі менмін. Жанын алып, жанын беріп, бүкіл театрдың ішін ақтап, қопарып, қандай ақша алып жатқанын білмеймін. Бірақ если ол сол ақшасына тұратын болса, сөйтіп әрбір осы балдарға мүмкіндік беріп жіберейінші, көзін ашып жіберейінші, бағыт көрсетіп жіберейінші, жол көрсетіп жіберейінші. Ол қандай керемет нәрсе. Уақытында біздің кейбір тұстарымызда болған жоқ ондай. Ол любительский театр неге бөлінбейді? Мәселе қай жаққа бағыт алғандарыңызда. Уақыттардан кейін сіздердің результаттарыңыз бағаланып, керек жеріне барып көрінеді. Сондықтан да шаршамаңыз, талмаңыз, любительский театр ғой деп та бүйтіп тартынбаңыз. Қай жерде мүмкіндік бар, тек қана баса